Саламатсыздар ма, білім алушылар? Саламатсыз ба? Отыра беріңіздер. Сабағымызды бастамас бұрын, бүгін сабақта кім бар, кім жоқ екенін түгендеп алайық. Алихан, Ильяр, Нуридин, Асылбек және Улас. Алдыңғы сабақта өздеріңіз білетіндей датчиктердің түрімен танысқан болатынбыз. Оның ішінде фотореле, қозғалыс датчигі деген секілді. Сол бойынша бір қайталап өтейік. Асылбек, қозғалыс датчигі дегеніміз не, ол не қызмет атқарады? Қозғалыс датчигі дегеніміз, егер адам келіп қозғалған кезде светтер келіп жанады және включатель сияқты жұмыс жасайды. Қозғалыс датчигін мына жерден көрсете аласыз ба? Иә. Мына стендтен көрсетіп жүрсеңіз. Бізде бірінші тұрғандар, яғни ДД деген датчики движения және бізде фотореле деген бар. Егер түн батқан кезде свет жанып тұрады, солай қалып қалады. Иә, получается, фотореле бізде күннің сәулесіне реагировать етеді, ал датчики движения бұл бізде қозғалысқа әрекет етеді. Жақсы, Асылбек, отыра берсеңіз болады. Ассалаумағалейкум, маға кірсе болады ма? Болады. Не үшін кешіп жүрсіз? Автобусда кешіп қойдым, автобусда. Үй тапсырмасы бар ма? Тапсырмасы бар. Қозғалыс датчигін саған екенсі. Жасап бере аласыз ба бізге схемадан? Үй тапсырмасын мына схема бойынша жинаңыз ғой, Так, қосып көрейік. Енді қозғалыс беріңіз. Бәрекелді. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы LED жарықтандыруды ақылды басқару жүйелері. Сіздердің мамандықтарыңыз электр жабдықтары ғой. Қазіргі біздің өтетін модуліміз ақылды үй жүйелеріне жатады. Сондықтан сіздер бүгінгі модульді игеру арқылы жаңағы электриканың ең жоғарғы бөлігін үйренесіздер. Сабағымыздың мақсаты LED драйверлердің жұмыс принципін түсініп алу. Сабағымыздың екінші бөлімінде жарықтандыруды ақылды басқару жүйелерін монтаждап үйренесіздер. Теориялық бөліміндегі ақпараттардың барлығын сіздерге екі топқа бөліп жіберіп қойдым. Бірінші топ бізде LED жарық диодтары жайлы ақпарат береді, ал екінші топ LED драйвер, яғни жүйенің жүрегі жайлы ақпарат береді. Мына топ LED, ал мына топ драйвер жайлы сөз қозғайды. Ерғалым, дайын болсаңыз, драйвер жайлы айтып өтсеңіз. Студенттер, бір минут, барлығымыз қарап алайық. Ерғалым тыңдап. Бұл, яғни LED драйвер жүйенің жүрегі. Бұда фаза 0 және де айнымалы ток кіреді. Бұған негіз жұмыс істеген кезде 220 вольтты 24 вольтқа дейін төмендетеді. Сонда мынаның ішінде трансформатор бар, төмендетуші. Төмендететін трансформатор бар. Және айнымалы тоқты тұрақты тоққа ма, әлде тұрақты тоқты айнымалы тоқты тұрақты тоққа айналдырып отырады. Бірінші топ LED шамдары бойынша кім дайын? Мен дайын ағай. Айтып түсіндіре берсем, мұндағы бізге берген LED шамы 24 вольтта және тұрақты тоқта жұмыс жасайды. Бізге берген мынау әрбір лентада 1 метрінде 12 ватт жұмсалады. Бәрекелді. Енді жігіттер қараңыздар. Сіздер ана жақта бір фазалық линияны 24 вольтқа төмендеттіңіздер ғой. Ал мына жақта 24 вольттық лента бар. Сонда екеуін бірге жағалайтын болсақ, мына жарық шамды жаға аламыз. Ал енді жігіттер практикалық бөлімге өтейік. Әрқайсыларыңыздың алдында мынандай LED шам тұр. Мына драйвер тұр. Және де оны 220 вольттық линияға қосу керек. Ендігі дәл қазіргі істейтін тапсырмаларыңыз мына LED шамды 24 вольттық мына желіге пайкілеу болып табылады. Жұмысты бастамас бұрын қауіпсіздік ережесімен таныстырып өтейін. Жігіттер, мына құрылғымен барлықтарыңыз танысыздар, пайкі деп аталады. Енді сіздерге дейінгі істеген студенттердің бір қателігі мына пайканы қосқаннан кейін, қызып тұрады ғой. Сол кезде оны жерге қоя салады. Ол
тұрып өзінің мына жерді бүйтіп байқайтын болсаңыздар, өзінің линиясын күйдіріп кетіп, қысқа тұйықталуға әкеліп соғуы мүмкін. Немесе мынау қатты қызып тұр ғой, сіздердің қолдарыңызға тиіп кетуі мүмкін. Сондықтан міндетті түрде пайканы қосқаннан кейін мына жақта өзінің ұстағышы бар, ұстағышқа былайынан қойып қоямыз. Әрқайсыңыздың қолдарыңызда тұрған мынау LED шамның плюсы мен минусына мына жақта 24 плюс деп тұрғанымыз плюсы, минус деп тұрған минусы. Соған мына жақта тұрған желілерді әдемілеп жабыстырамыз. Жігіттер болдыңыздар ғой, Так, жұмыстарыңызды тексеріп жүрейік. Мына топта барлығы әдемі шыққан. Ерғанат лентаңызды қосып көрсетсеңіз. Бұл жерде не бар? Мінекей, бізде қазір LED ленталары, және бізде LED драйвер. Оны қазір біз 220 айнымалы токқа қосамыз. Қосып көріңіз. Не, қосылды. Получается, мына жерде 220 вольт, мына жақтан 24 вольт шығып, бізде лентамыз жанында. Енді жігіттер, осы ленталардың барлығы бізде күнделікті өмірде мынандай шамдарда, одан кейін баспалдақтарды ақылды жарықтандыруда қолданады. Қазіргі сіздерге берілетін тапсырма осы шамдарды ақылды жарықтандыру жүйесін, схемасын сызу, одан кейін мына жақта жалғау, одан кейін барып программированиесін жасау. Бұл схемада негізгі элементтер блок питания, яғни 220 вольтты төмендететін. Одан кейін контроллер және де жарық шамдары, одан кейін екі қозғалыс датчигі бар, лестницаның төбесінде және де астында тұратын. Яғни біз астында келе жатқан кезде, қозғалып келе жатқан кезде датчик контроллерге сигнал береді, және де мына жақтағы сіздер пайкілеген жаңағы ленталар бір-бірден жана бастайды. Енді осы LED шамдарды мына баспалдақтың әрқайсысы бөліктеріне бұлайынан шаттап шығасыздар астында. Сонда ең соңында әрқайсында бір-бір LED шамнан жанып тұру керек. Нұрмұхамед, енді бүгінгі схемамызды толық түсіндіріп өтсеңіз. Біз бүгінгі осы лестница подсветканы қостық, жалғадық. Сосын, яғни бұның схемасы бойынша мына жақта контроллер тұрады. Сосын артында блок питаниясы тұрады. Бұл жақтағы баспалдақтарды қандай жарықпен қамтамасыз етіп отырмыз? 220 вольтпен қамтамасыз етіп отырмыз. Бұл жерде қандай шамдар орнаттыңыздар? Біз бағана пайкілеген LED шамдарды біз осының астына мына жерге орнаттық. Мына жақтарға жабыстырған екенсіздер, Енді Нұрмұхамед схеманы қосып, барлық студенттерге көрсетейік, қалай жұмыс істейді. Енді осы лестница подсветканың контроллерін бағдарламалауды барлықтарыңызға алгоритмдерін жіберген болатынмын. Кім көрсетіп бере алады? Қайсы қандай алгоритм жұмыс істейтінін? Давай. Ерғалым, қараңыз, мына жерде контроллер бар, Осы жердегі батырманың C деген нені білдіреді? C деген бұл лестницаның қанша лента тұрған санайды. Лестницаның саны, Максимум қанша лента қоя аламыз? Максимум 27, астында 16, енді тағы да қосқан кезде 27 болады. Жақсы. Енді мына лестницаның санын бізге 5 баспалдаққа қойып беріңіз. Онда бұны азайту керек. Мінекей. Осы 5 баспалдақ. 5 баспалдақ. Енді 10 баспалдаққа қойыңыз. 10 баспалдақ. Келесі бізде L. L деген нені білдіреді? L дегеніміз бұл лентаның жарықтығы. Ол қаншалықты бізге жарық беретіні. Бұны біз төмендетіп, және де көбейтсек те болады. 10-ға қойып көріңізші. 10-ға қойсақ, міне.
лентаның жарықты өте жарық болды. Так, мынаны байқасаңыздар жігіттер, кешкі уақыттарда мынандай қатты жарық болатын болса, адамның көзі талып кетеді. Сондықтан минимумға қоюға тырысамыз. Мысалы, осы L1-іміз бізде кәдімгі көздің көруіне жақсы әсер етеді. Так, келесі Бізде жарықтың жану жылдамдығы. Бұл лестницаның 0-ден бастап 10-ға дейін қанша жылдамдықта жануын. Енді көп адамдар қателесіп отырады ғой. Барлығы ойлайды, мына әрбір жаңағы баспалдақ сіз көтерілген сайын сіздің әрбір мынандай датчиктер сіздің движениеңізді фиксировать етіп жатыр деген секілді. Бізде ондай нәрсе емес. Бізде төбедегі және де астындағы датчик қана қозғалысты фиксировать етеді, ал қалғандары кезекпен жанады деген сөз. Яғни біз сол жарықтықтың жылдамдығын көбейту немесе азайту арқылы біз өзіміз жүріп баратқан секілді және де жарық бізбен бірге қозғалып келетқан секілді сезім тудырамыз. Жақсы, Ерғалым, отыра берсеңіз болады. Енді жігіттер, мына жерде тағы бір функцияны көрсетіп өтейін. Мынау функция не үшін қызмет етеді? Қалай ойлайсыздар? Ең төбесінде біреу жанып тұр, және де ең соңында соңғысы жанып тұр. Қалай ойлайсыздар? Логиканы қосатын болсақ, не үшін керек бұл? Лестницаның ең бастапқы және ең соңғы нүктесі деген дей ма? Иә, жоқ, екеуі қосылып тұр. Дежурная подсветка. Мысалға, түнде мынаның барлығы өшіп тұратын болса, сен барасында лестницаға аяғың дұрып алуы мүмкін деген секілді. Мысалы, үлкен кісілер бар, үйлер бар емес пе? Сол жақта төбесінде және де астында осындай подсветка болатын болса, бізге өте ыңғайлы да. Сен лестница қайда деп іздеп жүрмейсің, жарық іздеп жүрмейсің де. Лестницаның осы жағына келе саласың. Сөйтіп, жаңағы лестницаны тауып, ары қарай қимылыңды жалғастыра бересің. Құрметті студенттер, бүгін ақылды үй жүйелерінің бір бөлігі баспалдақты LED жарықтандыру модулі бойынша сабағымыз аяқталды. Барлығы түсінікті, сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Мына практиканы барлықтарыңыз жасадыңыздар. Енді сіздерден кері байланыс алып өтсем. Рефлексия. Өздеріңіз білетіндей, мына тұрған LED шамдарының пайдалы әсер коэффициенті бар. Ол 0-ден 100%-ға дейін болып саналады. Енді бүгінгі сабақ қаншалықты пайдалы, қаншалықты игердіңіздер, сол бойынша өздеріңіз бөлісіп өтсеңіздер, қанша пайызға пайдалы болды? Келісменсем болма? Сабақ бүгін өте жоғары деңгейде өтті. Мысалы, мен бүгін баспалдаққа арналған ақылды жарықты қалай қолданатын және қалай жасалатынын білмегенмін. Соны үйрендім бүгін сабақта. Сізге көп рахмет, сабақты өте тамаша түсіндірдіңіз. Бүгінгі сабақты 81-ден 100%-дан өте тамаша деп бағалаймын. Аға, мен жауап берсем болды ма? Бүгінгі ашық сабақта кері байланыс беретін болсам, мен 100% түсіндім деп ойлаймын. Себебі бүгін мен ақылды баспалдақты қалай орнату керегін, ондағы LED жарықты және оның параметрлерін түсіндім. Сізге көп рахмет. Мен кейін бұл істі өзінің жұмысына қолданамын деген ойдамын. Сізге көп рахмет. Құрметті студенттер, сабағымыздың қорытынды кезегіне де жеттік. Ал енді сіздердің білімдеріңізді бағалап өтсем, осы жерде монтаж схемасын жасаған студенттердің барлығына 80 балл, ал мына жақта алгоритмдерді қорғап, түсіндіріп, толық түсіндірген студенттерге 90 балл деген баға қоямын. Үй тапсырмасына мына контроллердің нарықта қандай түрлері бар, және де ол контроллерді біздің жүйеге орнатсақ, қандай өзгерістер болады, сол жайлы ақпарат ізденіп келіңіздер. Жұмыс орындарын жинап кетуді ұмытпаңыздар.